Он не опасается, он опасается распространения сведений, которые бы, скажем так, порочили его. Под этим он понимает то, что, выступая в качестве свидетеля и говоря заведомо неправдивые сведения, которые потом в публичном пространстве раскрываются, вот именно это он имел в виду, и именно поэтому считает, что его данные должны быть скрыты. Тинтув деваманда иштирак еткен шаат тақиқачы артындан Европ тинтув насыл кечірілгенні көрген, ама ясақ етілген китаплар ташланмасына көріп оламаған. Бақшсарайда тұтылып, терроризмде қабатланған Рустем Сейтмеметов, Хамид Сулейманов, Яғы Қардаш, Осман ве Сейтумеровларының евлерінде тинтув кечірілгені вақыт иштирак еткен екі шаатны сұрғыдан кечіргенлер. Рустем Сейтмеметовның евінде олған шаат 51 яшында ички ишлер назирлігі оркестрінің нефақачысы Гапанович. Оқайд еткенне гежесі севгілісінден қайтқаны вақыт, оны құветшілер тоқтатып, шаат олмаға рижа еткенлер. О сабаға қадар құветшілерінен тинтув башлатылмасыны беклеген. Ясақ етілген китаплар аяқ ел янындаки кілім түбіне ташланмасыны көрмегенні қайд еткен. С самого начала возбуждения уголовного дела обращали внимание следователя о том, в первую очередь обратили его внимание на то, что мусульмане не хранят свою религиозную литературу, какая бы она ни была, в местах нечистот, в том числе возле туалета. Тем более под ковриком, под ногами для мусульман это недопустимо. И любая литература религиозная, она хранится на самых чистых местах в книжных полках. Все замечания состояли в первую очередь из заявления того, что во время обысков была подброшена литература. Сделано это было сотрудниками, которые проводили обыск. И также в процессе обыска были другие нарушения. Это недопуск адвокатов, либо неразъяснение прав и обязанностей. Ахмеджетте тұтылған 25 мабуз давасы черчебесінде де гізлі шаат сұрғысы девам етті. Адвокат Эдем Семедлаев қайд еткенне көре о афызасыны ғайып еткен. Чүнки адвокатлар суал бергені вақыт бір шей қатырлама екен, қабатлайжы тарафынан суаллеріне есе яқшы азырланған. 25 инсандан ибарет олған бұйы группаны işgalciler 5 инсанға бөлді. Кеченлері Раим Айвазов, Риза Изетов, Ремзи Бекиров, Фарход Базаров и Шабан Умеровнан давасы бақылмасы девам етті. Гізлі шаат озыны Хаджи Муратов батанатқан. Санки дерсно мабуслернен берабер Хизбут Тахрир азаларының дерслеріне қатнаған. У свидетеля амнезия, он практически ничего не помнит. И если помнит, то в таких общих чертах. На вопрос, например, когда вы посещали занятия, он сказал зимой, потом сказал, что и весной, и летом. Да, то есть практически круглый год. Хотя это было всего лишь, по его словам, 2 или 3 занятия. Ғайып олғанлар қыдырылмасы то керек бойы юроштыр. Крымсоз фааллері Киевдеке Рус елшілігі оғынды işgal етілген Қырымда. Белгісіз ғайып олған инсанларынан ресімлерінен то керек бойы юрды. Işgal башлағанынан берлі Қырымда 44 кіші ғайып олды. Олардан 23-і қырсызланды ве чоққа бармадан яда сақ яда өлілері тапылды. 15 инсан аққында аляда іч бір мәлімат жоқ. Олар арасында Дүния Қырым Татар Конгрессінің азасы Эрвин Ибрагимов о 2016 сенесі майыс 24 ақшамы Русия ДПС урбасында олған инсанлар тарафından тоқтатылып, қырсызланды. Окупація Криму – це не тільки порушення суверенітету України, це не тільки політичні в'язні, але це і велика кількість інших порушень прав людини, в тому числі викрадення, через які страждають не тільки безпосередньо жертви, але й їхні близькі, котрі кожен день чекають на повернення, хвилюються про своїх рідних, не маючи жодної інформації про них. Учбен 400 коронавирус хастасы. Кечкен күндевамында Украинада бұл қадар яңы COVID-19 хастасы белгіленген. Олар арасында 73 тибет хадимы ве 154 бала. Хасталық тарқалмасы бойынша Киев шәрі кенеде бірінші ерде. Харьков, Днепропетровск ве Запорожье велетлерінде хасталық тест тарқалмақта. Аман-аман 1800 инсан хасталық ағырлашмасы нәтижесінде хастаханеге түшкен. 208 кіші хасталықны еңіп оламаған. Işgal етілген Қырымда чин вирусына ұғырақ
ұшыраған 93 хаста белгіленген. Олардан 60-ы хасталық ағырлашмасы нәтижесінде хастаханеге атқызылған 5 кіші хасталықны еңіп оламаған 103 кіші түзелген. Октябрь айына қадар Авропа бірлігі девлетлері COVID-19 хасталығына қаршы 1 миллиардтан зиеде вакцина алacak. Анда июльнан сонына қадар бұйықлер арасында %70-ны ашламадан кечірмеге планлаштыралар. Бұ авто Авропа бірлігі девлетлеріне вакцинаның 300 миллион дозасы кетірілмелі. Июнь ай девамында 400 миллионы. Елнын сонына қадар 450 миллион доза кетірмеге планлаштыралар. Ашлама сатын алынмасына $1,5 миллиард сарф етілежектір. Якщо ми продовжимо в тому ж темпі, то зможемо безпечно знову відкрити наші спільноти. Тому зараз нам треба домогтися того, щоб прогрес не зупинявся. Авропаның ilaç агентлігі 12-ден 15 yaşına қадар олған балаларға ашлама yapmaq керекмі, жоқмы мәселесін öğrenmekте. Авропа комиссиясының yol başçısı Ursula von der Leyen қайдеткеніне көре июньнің 1-не қадар вакциналардан кечкенлерге сертификатлар бермеге азыр olacaklar. Авропа бірлігі Biotech, Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson препаратларыны таздықлады. Бұне бері Авропа бірлігі девлетлерінің ватандашлары Дүния сағлық тешкіляты тарafından таздықланған Sinopharm Чин вакцинасы еледе ашлама яптыра біле. З середини червня, коли постанова набере чинності, країни ЄС зможуть підключитися до системи в режимі реального часу. Тепер перед ними стоїть ключове і невідкладне завдання – зробити так, щоб в національні системи охорони здоров'я надходила інформація про стан здоров'я громадян. Це дасть змогу видавати сертифікати. Ешіл паспортлар берілігі июльнің 1-ден башлап чалышы башлайжақтыр. Сертификатта инсан коронавирусқа оғрағаны яда ашламадан кечкені акс етілежек. Весиқада вакцинация күні ве сонки сеферіне вақыт ПЦР тест япылғаны язылажақтыр. Авропа бірлігі лидерлері сертификатлар пандемиядан себеп зарар көрген туристик саасыны чалыштырмаға ярдым етер деп түшінелері.